Бүгінгі дәрісіміз қаржылық есеп пәнінен негізгі құралдар есебі деп аталады. Бұл дәрісте біздер негізгі құралдардың түрлері менен, бағалануы мен, сондай-ақ негізгі құралдарды есепке алғанда, есептен шығарғанда қолданылатын құжаттары мен, негізгі құралдардың есебін жүргізу үшін қолданылатын синтетикалық шот пенен, негізгі құралдардың амортизациясын есептеу әдістері менен және түгендеу ретіменен танысатын боламыз. Алдымен негіз құралдар дегеніміз не деген сұраққа жауап беретін болсақ, негізгі құралдар дегеніміз бұл кәсіпорындарда ұзақ уақыт пайдаланылатын, бірте-бірте тозатын және өзінің құнын дайын өнімге амортизациялық жарна ретінде беріп отыратын активтерді атаймыз. Негізгі құралдар бірнеше топтарға бөлінеді. Иелігіне қарай меншікті, жалға алынған, пайдалану сипатына қарай қолданыстағы жұмыс істеп тұрған негіз құралдар, жұмыс істемей тұрған негіз құралдар, қорда тұрғандар болып бөлінеді. Ал заттық құрамына қарай мүліктік, мүліктік емес болып бөлінеді. Меншікті дегеніміз өзінің атынан айтып тұрғандай субъектіге тиесілі және оның балансында көрініс табатын негіз құралдар. Жалға алынған белгілі бір уақыт аралығына дейін келісім шарт арқылы жалға алынған негізгі құралдар болып табылады. Қолданыстағы жұмыс істеп тұрған негіз құралдар әрекет етіп тұрғандар, яғни жұмыс істеп тұрғандар. Жұмыс істемей тұрғандар бұл жұмысы тоқтатылған немесе басқа жағдайларға байланысты уақытша пайдаланбайтын негізгі құрал жабдықтар болып саналады. Қорда тұрғандар бұл жұмыс істеп тұрған құрал жабдықтарды жоспарлы түрде олардың запас бөлшектерін ауыстыру үшін тоқтатылған объектілер есептеледі. Заттың құрамына қарай айтып кеттік қой жаңа, мүліктік және мүліктік емес деп. Мүліктік бұл көрінісі бар, яғни санауға, өлшеуге болатын құралдар болып табылады, яғни үйлер, ғимараттар. Ал мүліктік еместер бұл орман алқабы, су ресурстары, яғни заттық нысаны жоқ шығындар саналады. Негізгі құралдарды есептеген кезде натуралды түрде есептеуіміз мүмкін және ақшалай күйінде есептейміз. Натуралдық бағалау кезінде құралдардың, машиналардың, ғимараттардың саны, олардың өнімділігі, қуаттылығы, өндірістік алаңдар көлемі және тағы басқа сандық көрсеткіштер есептеледі. Ал ақшалай есебі кезінде негізгі қорлардың бағасы, өндіріс көлемін арттыру, жобалау, тозу деңгейін және амортизация аударымдарын жекешелендіру көлемін есептеу үшін қолданылады. Негізгі құралдардың бағалау құны бізде бірнеше түрге бөлінеді. Олар бастапқы құн немесе өзіндік құн деп атаймыз, ағымдағы құн, өткізу құны, жойылу құны және баланстық құн болып бөлінеді. Бастапқы құн бұлар ғимараттарды немесе активті алуға сол сәтінде берілген, басқа өтелген әділ бағаның немесе төленген әділ бағаның баламасының сомасы. Бастапқы құнға сонымен бірге негізгі құралдарды немесе жабдықтарды сатып алуға кеткен шығыннан басқа оларды әкелуге кеткен, яғни транспорт шығындары, сонымен бірге оны қондыруға кеткен шығындарда кіреді. Ағымдағы құн бұл белгілі бір күнде қолданыста жүрген нарықтық баға бойынша негізгі қаражаттың құны. Өткізу құны дегеніміз мәмілеге дайын және жақсы хабардар тәуелсіз тараптар арасында жасалған операция кезінде активтерді ауыстыруға болатын сома. Жойылу құны бұл негізгі құралдарды есептен шығарғандағы алынған материалдардың құны болып табылады.
балансты құн дегеніміз жинақталған тозу және баға түсуден жинақталған залал сомасын алып тастағанда бухгалтерлік баланста актив мойындалатын сома болып табылады. Негізгі құралдар есебіне бірнеше құжаттар қолданылады. Бір айта кететін жағдай, бұл құжаттар көбінесе акттарда қабылдап алу, есептен шығару актілерін толтырған кезде ұйым басшы немесе кәсіпорын басшы бұйрығымен комиссия құрылады. Сол комиссия қарап болғаннан кейін құжаттар толтырылады. Негізгі құралдарды қабылдаған кезде негізгі құралдарды қабылдап алу беру актісі толтырылады. Бір негізгі құрал кәсіпорындардың ішінде өзара бір бөлімшеден екінші бөлімшеге берілген жағдайда ішкі орын ауыстыру накладной толтырылады. Жөндеген кезде жөндеу жүргізілген, қайта құрылған, жаңартылған объектілерді қабылдап беру актісі рәсімделеді. Ал есептен шығарғанда, жаңада айтып кеткендей, негіз құралдарды есептен шығаруға арналған құжат толтырылады, 2 данада толтырылады, комиссия мүшелері қол қойып, ұйымның уәкілеттік тұлғасы бекітеді, яғни кәсіпорын басшы негізгі құралдарды есептен шығаруға арналған актіге міндетті түрде қол қояды. Сондай-ақ автокөлік құралдарын есептеп шығаруға арналған актте 2 данада жасалады. Оның бір данасы есеп бөліміне берілсе, актінің 2-ші данасы автокөлік құралдарының сақталуына жауапты тұлғада қалады. Және есептен шығару нәтижесінде қалған товар материалды қорлар мен металл сынықтарын қоймаға тапсырумен сату үшін негіз болып табылады. Негізгі құралдардың синтетикалық есебіне баланста 24.10 шоты, яғни негізгі құралдар шоты арналған. Бұл шоттың дебетінде негізгі құралдардың келіп түсуі көрсетілсе, кредитінде негізгі құралдарды есептен шығару жазылады. Құрылыс аяқталған кезде қабылданған негізгі құралдардың бастапқы құнын көрсету үшін 24.10 дебетінде, кредитінде 29.30 деген жазба беріледі. Әртүрлі заңды тұлғалардан немесе жеткізушілерден негіз құралдарды сатып алсақ, дебет 24.10, кредит 30.10 деген жазбамен көрсетеміз. Ал құрылтайшылардың негіз құралдарды салым ретінде салуы дебетінде 24.10, кредитінде 55.10 жазбасымен көрсетіледі. Түгендеу кезінде анықталған негіз құралдарды есепке алатын болсақ, дебетінде 24.10, кредиті 62.80 деген жазбада көрсетеміз. Ал есептен шығаруы дебет 74.10, кредит 24.10 деген жазбамен беріледі. Дәрісіміздің басында айтып кеткендей, негіз құралдар бірте-бірте тозады, яғни тозуы бізде амортизация деп аталады. Амортизация есептеудің төмендегідей әдістері бар. Бұл бір қалыпты есептеу әдісі, өндірістік әдіс және жеделдетілген әдіс. Енді осы 3 әдістің қайсысын қолданатынын ұйым басшы менен бас есепші құрған есеп саясатында әр ұйым немесе кәсіпорын өздері шешеді. Яғни есеп саясатында көрсетеді амортизация есептеудің қай әдісін қолданылатын. Көбінесе бізде кәсіпорындарда бір қалыпты немесе түзу сызықты есептеу әдіс қолданылады. Негіз құралдардың жылдық амортизация сомасын бір қалыпты әдіспен есептегенде, негіз құралдардың бастапқы құнынан жойылу құнын шегеріп пайдалану
мерзіміне бөлеміз. Мысалы, жабдықтың бастапқы құны 1.200.000 теңге, пайдалану мерзімі 5 жыл, жойылу құны 50.000 теңге деп алатын болсақ, жылдық амортизациялық сомасы 230.000 теңге құрайды. Ал енді оны 12-ке бөлетін болсақ, 19.167 теңгеден келеді. Яғни ай сайын осындай сомада амортизациялық жарна есептеліне отырылады. Амортизациялық аударым, айта кететін жағдай, негізгі құралдардың немесе жабдықтардың, ғимараттардың есепке алынғаннан кейінгі келесі айдан бастап есептеп отырылады. Негізгі құралдарды түгендеу жылдық қорытынды есеп беретін уақыт алдында қараша айының 1-нен кейін жүргізілу керек. Негізгі құралдарды түгендеу үшін де ұйым басшысы бұйрық шығарып, арнайы комиссия түгендеу жұмысын жүргізеді. Кейде түгендеу мерзімінен бұрын жүргізілуі мүмкін. Ол қай уақытта десеңіздер, бұл негізгі құралдарға жауапты адам қызметінен ауысқанда, негізгі құралдар ұрланып жоғалған жағдайда, өрт немесе басқа да кенеттен болған табиғат апаттар жағдайына байланысты, немесе ұйым бір бағынышты органнан екінші бағынышты орган қарамағында ауыстырылған кезде, және тағы басқа жағдайларда негізгі құралдарды түгендеу жүргізіледі.